Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қатпарлы қамырдан әзірленетін слойки дайындаймыз. Бұл пісірме өте оңай дайындалады және де сыртқы түрі эстетикалық әдемі, дәмі де өте өзгеше. Осындай ерекше пісірмелерді, тағамдарды көріп тұру үшін менің арнама тіркеліп қойыңыз. Ең алдымен бізге осындай қатпарлы қамыр қажет. Менде ол дайын қамыр, яғни дүкеннен алынатын 500 граммдық қамыр. Осылай төртбұрышты болып тұрған кезінде барынша осы формасын сақтап, кішкене төртбұрышты формаға келтіріп, оны жайып аламыз. Осылай жаздырылған қамырды 3 бөлікке бөліп алдым. Артық жерлерін, керек емес жерлерін алып тастап, қайтадан оны өзіңіз жайып алсаңыз болады. Осылай видеода көрсетілгендей кесіп аласыз. Ары қарай видеода көрсетілгендей біз слойкаларымызды осылай формалаймыз. Пергамент төселген табаға осылай орналастырып шығамыз. Қамырдың үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа шамамен 35 минутқа өзіңіздің пешіңізге байланысты қызарғанша жібереміз. Слойканың салмасына кез келген кремді қолдансаңыз болады, бірақ та осы қайнатпалы крем өте үйлесімді болып келеді, сондықтан да мен қайнатпалы кремді пайдаланамын. Өзіме аз етіп жасап алдым, яғни қайнатпалы кремнің классикалық рецептісінің жарты порциясын қолдандым. Крем толық суыған соң осындай кондитерлік мешокқа салып аламыз. Біздің қатпарлы қамырымыз осылай әдемі болып пісіп шықты. 500 грамм қамырдан осындай үлкен-үлкен 9 слойки шығады. Кремді осылай слойкидің ортасына, яғни ашық жеріне құйып шығамыз.
кез келген жеміс жидектермен әсемдесеңіз болады. Сондай-ақ үстіне қант ұнтағын сепсеңіз, одан да әдемі көрінетін болады. Слойкидің осындай оңай дайындалу жолы ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Баршаңызға ас болсын, сау болыңыздар.